Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен грузин халқының ұлттық тағамдарының бірі чахагбиліні дайындайтын боламыз. Бастапқыда қырғауыл етінен, одан кейін соңына қарай тауық етінен жасалатын болған. Кейбір асханаларда су қосып жасайтын болса, кейбіреулерінде өсімдік шырынын қосып та жасайды. Ең алдымен чахагбиліні дайындау үшін тауығымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қызып тұрған қазанымызға өсімдік майын құйып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Үш дана пиязымызды сыртын аршып, жуып, полукольца етіп турап, қызып тұрған қазанымызға қызарғанша баяу отта 5-10 минут қуырып аламыз. Қып-қызыл боп қуырылған пиязымыздың үстіне қайтадан тауықтарымызды саламыз. Үш дана қызанағымызды майдалап турап, тауығымыздың үстіне саламыз. Кинза мен петрушканы жуып, сабағын майдалап турап, жапырақ жағын үрлеу қылып тураймыз. Оны да қазанымызға саламыз. Бұл тамақтың дәмін келтіретін чеснок. 5 дана чесногымызды чеснокодавкадан өткізіп саламыз. Дәмдеуіштерден ең алдымен жарты ас қасық тұз саламыз, 1 ас қасық паприка саламыз. Паприканың орнына томат салсаңыз да болады. Хмели сунели перпеласын саламыз. Және де астын баяу отқа 10 минутқа қоямыз, араластырмаймыз. Бұл тамақты гарнирсіз жасайды, бірақ мен тойымдырақ болсын деп, жанына күріштен гарнир жасап жатырмын. Күрішіміз рассыпчатый болу үшін ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Одан кейін ыдысымызға май құйып, күрішімізді қуырып аламыз. Үстінен ыстық су, тұз салып, суы тартылғанша қоямыз. 10 минуттан кейін қазанымызды ашып, араластырамыз. Қазанымыздың үстіне жарты кесе су құямыз. Қазанымызды жауып 10 минут бұқтырамыз. Күрішіміз дайын болды, күрішімізді саламыз. Қазанымызды ашамыз. Чахагбиліміз дайын. Еті өте жұмсақ болып піскен. Көпшілікке де жасасаңыздар болады, екінші тамақ түрінде. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.